Бүгінгі біздің тақырыбымыз мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие үдерісі. Жоспар бойынша тәрбиелеу үдерісінің мақсаты мен мәні, тәрбиелеу іс-әрекеті тәрбиелеу үдерісінің бір компоненті, білім беру мекемелерінде тәрбиелеудің объектісі мен субъектісі, білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмысының мазмұнын жаңалау және оны толықтыру қажеттілігі туралы айтатын боламыз. Ян Амос Каменский тәрбиенің күшіне сенеді. Оның ойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет. Өзіңді және қоршаған ортаны тану және Құдайға сыйыну деген болатын. Песталоццидің тәрбие мақсаты адамның табиғи күш қуаты мен қабілетін дамытуға негізделуді, сонымен қатар бұл даму жан-жақты және үйлесімді болуының биігінен көрінуі қажеттілігінде деген тоқтамға келеді. Джон Локтың ойынша тәрбиенің негізгі мақсаты адамзаттың қалыптасуы. Герберттің ойынша тәрбие мақсаты қалыптасқан қарым-қатынасқа бейімделе алатын, қоғамдағы белгіленген тәртіпті сыйлайтын, оған бой ұсынатын адамдар деген түйінге келеді. Тәрбиенің ең жоғары мақсаты Дистенберг ақиқат, сұлулық және мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету деген анықтама берген. Тәрбиенің басты мақсаты қызметі баланы іс-әрекетке тарту, оларға түрлі әрекеттерді жасата отырып, жинақталған адамзат тәрбиесін жаңғырту барысында өзінің қабілеттерін дамыту жағдайларын жақсарту болып табылады. Тәрбие үдерісінің мақсаты адамзаттың жинақталған тәжірибесін меңгеру мақсатында тұлғаны түрлі іс-әрекетке қалыптастыру. Тәрбиеге қойылатын мақсатқа тікелей байланысты, егер тәрбие идеалды нәтиже ретінде алсақ, онда тәрбиенің мақсаттарын келесідей деңгейлерге бөліп қарастырамыз. Бірінші деңгейдегі мақсаты тұлғаны жан-жақты дамыту болып табылады. Бұл орындауға ұмтылған мақсат-мұрат. Екінші деңгейде қойылатын мақсат қоғамда белгілі бір іс-әрекетті атқаратын маман, тұлғаны тәрбиелеу болып табылады. Мұнда тәрбиенің әлеуметтік мәні, яғни қоғамдағы пайдалы тұлғаны дамытуға қатысты әлеуметтік сұраныстары байқалып отырады. Үшінші деңгейде қойылатын мақсат тұлғаны жеке мақсатымен анықталады. Бұл адам өмірінің мәнімен анықтайды. Ол адамның туа біткен мүмкіндіктерін толық ашып көрсетіп, өзінің табиғи ерекшеліктері мен қасиеттерін дамытуға бағытталған. Тәрбиенің мақсаты оның міндеттері арқылы нақтылана түседі. Тәрбиенің міндеттері тұлғаның таланты, ақыл-ой қабілеттері мен денелік дамуы толық жағдай жасалынуы жатады. Адам құқығы және оның еркіне деген құрметке тәрбиеленуіне басты міндеттерінің бірі болып табылады. Бала құқығы туралы конвенцияда білім және тәрбие мақсаты мен міндеті нақты тұжырымдалған. Бұл құжатта тәрбие мақсаты бала тұлғасын жан-жақты дамуына, тұлғаның қоғамда толық өзін байытуға толық жағдай жасау деп көрсетілген. Сонымен бірге білім беру мекемелерінде тәрбиелеудің объектісі мен субъектісі туралы тоқталып өтсек. Дәстүрлі бағыт ұзақ жеткілікті түрде жалғыз және бүгінге дейін сақталып келеді. Бұл бағыт аясында педагогикалық процестің субъектісі болып табылады, ал балалар бұл процестің объектісі. Оған оқытушылық, тәрбиеленушілік, дамытушылық мақсаттарды көздейтін педагогикалық амалдар кешені бағытталады. Педагогтың жүйелі және мақсатты бағыты ықпалының нәтижесінде бала тұлғасының даму процесі жүреді. Ол білім алады. Педагогикалық процеске қатысушылардың қарым-қатынас типі бұл бағытта субъективтілік және объективтілік болып табылады. Бұл көріністі келесі төмендегідей
схеманан көруге болады. Педагогикалық процеске қатысушылардың субъекті-субъектілік қатынас типін көрсететін бағытын қарастырайық. Өзара ықпалдастықтың бұл типін қарастыру кезінде әркім субъект те объект те бола алады. Әркім толыққанды түрде ықпал ете алады және ықпалында бола алады. Педагог пен балалар зерттеудің бұл бағытында әртүрлі іс-әрекет субъектілері түрінде көрінеді. Субъект аралық өзара ықпалдастықтың мүмкіндіктері қарастырылады. Бұл схеманы, педагогикалық процестің бұл схемасын сіздер оң жақтағы картинадан көре аласыздар. Білім беру мекемелерінде тәрбиелеудің объектісі мен субъектісі туралы тоқталып өтейік. Педагогикада субъект проблемасын түсінудің үшінші бағыты алдындағы екеуінің талдау нәтижесінен болады. Яғни педагогикалық процеске қатысушылардың қарым-қатынасының субъектілі типіне үш элемент, яғни зерттеушілік, танымдық, өзгертушілік және тағы басқа әрекеттерді қамтитын немесе 17 объектілер жиынтығынан құралатын объектілер жатады. Субъектілердің әрекеттері бір-бірімен өзара байланысты және объекті немесе олардың жиынына бағытталады. Бұл өзара әрекет схемасын төмендегі суреттен байқауларыңызға болады. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мақсаты баланы жалпы адамзаттық рухани құндылықтарға сәйкес келетін жеке басының мәдениетінің оның базисін тәрбиелеу арқылы жан-жақты дамыту болып табылады. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берудің міндеттері мына жолдар арқылы қарастыруға болады. Бала тілін және оның функцияларын дамыту, ана тілінің сөздік қоры мен оның грамматикалық құрылысын игеру. Баланың жеке басын өзін-өзі тану, дербестік, әлеуметтендіру негіздерін қалыптастыру. Баланың адамгершілік сезімдерін, түсініктері мен мінез құлқын дамыту. Дербестік және балалар мен құрбы құрдастары, үлкендер арасындағы рухани қатынастардың негіздерін қалыптастыру. Мектепке дейінгі баланың бойында еңбек қызметі, қоғамдық мәннің негіздерін, еңбек сүйгіштікке, дербестікке, жауаптылыққа тәрбиелеу. Балалардың эстетикалық, танымдық балаларды эстетикалық тұрғыда дамыту, эстетикалық қызмет дағдыларын қалыптастыру, көркем шығармашылық дағдыларын қалыптастыру. Сонымен бірге мектепке дейінгі балалықтың өзіндік құндылықтарын қамтамасыз ету, бала денсаулығын сақтау, нығайту, оны толыққанды физикалық дамыту. Мектепке дейінгі бала қызметінің әртүрлілігін меңгеру, қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстар туралы қарапайым білім жүйесін қалыптастыру, ақыл-ой қызметі дағдылары мен біліктерін, интеллектуалдық қабілеті, танымдық процестері мен қызығушылық білуге құмарлығын дамыту. Бала бойындағы сенсорлық эталондар жүйесін зерттеу, перцептивтік іс-әрекеттерін қалыптастыру. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берудің міндеттеріне тоқталып өтсек, ойынды тұтастай жеке тұлғаны қалыптастыруға, оны шығармашылық қабілеттерін дамытуға пайдалану. Бала өзін-өзі ұстауға, эмоциялық сезімдерін, мінез-құлық қадағалау қабілеттерін ұштай отырып, ойын арқылы оны жалпы даму процестеріне басшылық жасау. Ойынды балалар өз салт-дәстүрі бойынша сіңіру, өз халқының мәдениетін, тарихына деген ықыласын ояту, отаншылдық сезімдерін ұдайы дамыту үшін жағымды эмоциялық негіздерін қалыптастыру. Яғни, бұл мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы тәрбие міндеттеріне қойылатын басты міндеттер мен мақсаттар болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.